Енді соңғы қадамда біздің берілген жер нысандық үлгісіндегі ақпараттарды горизонтальдарға бөліп қарастырамыз. Яғни горизонтальдар бізде вектор форматында көрініс табады. Яғни сол біз растрды векторлық, сызықтық, яғни поле сызықтарға қалай айналдырамыз деген сұраққа жауап береміз. Бұл жақта да біз Special Analysis Tools, Surface құралының көмегімен контур деген құралды қолданамыз. Яғни контурға input растр ретінде бағанағы Түркістан дем клип деген өзіміздің растрымызды саламыз. Енді контур интервал, яғни бұл жақта әр облыста өзіндік ерекшеліктер пайда болатындығы, яғни индивидуалды түрде анықталатындығын айта кеткен жөн. Яғни контур интервалда, яғни сіздердің аумақтарыңыз таулы болса, мысалы Абай облысы, Шығыс Қазақстан, Алматы, Жетісу, Түркістан, Жамбыл секілді бірқатар облыстар болса, сіздер бұл аралықты 100 немесе 500 контурдың, яғни высота сечения рельефа дейді, яғни биіктік бойынша кесіндісін алуларыңыз қажет. Яғни бұл жақта біз мысалы 100 деген көрсеткішті қоятын болсақ, қалай көрініс табады екен, соны байқап көреміз. Мысалы ЦМР-дің ішіне кіреміз де. ЦМР-дің ішінде біз сақтаймыз, яғни Түркістан horizontal деп сақтаймыз. Horizontals. Shape деп сақтаймыз. Окейді басамыз да, біздің аймағымызды жеке-жеке контурларға қалай бөліп береді, соған назар аударуымыз қажет. Біздің контурлар сәтті жағдайда аяқталды, яғни көріп отырғандарыңыздай біздің Түркістан Horizontal атты shape файл пайда болды. Мысалы, оны қара түске бөліп, яғни контурларын ірілетіп көретін болсақ, біздің аймақ жеке-жеке горизонтальдарға бөлінгендігі анықталды. Егер таулы аймақтарда горизонтальдардың жиілігі өте тығыз екендігіне көзіміз жетеді. Яғни осы бағыт бойынша біз кез келген растрлық түсірістерді изосызықтарға бөлуді қарастыра аламыз. Яғни бұл изосызықтардың тағы бір ерекшелігі, әрбіреуіне өзіне тән биіктік, абсолюттік биіктік мәндері болады. Яғни осыны шығару үшін Түркістан Horizontals'ға кіреміз де, Label Futures, Label деген бағананы басамыз. Лейблді дұрыс таңдау арқылы біз әрбір горизонтальдың өзіндік қандай мәнге ие екендігін осы жақтан анықтай аламыз. Properties'қа кіреміз де, Labels надписи батырмасына кіру арқылы ID емес, контур атты бағананы басатын болсақ, мысалы оны көк түспен белгілеп қарастырып көрейік. Мысалы, сіздерге белгілі болу үшін окейді басамыз да. Яғни көріп отырғандарыңыздай, бұл жақта әрбіреуін өзіне тән жеке-жеке мәндер пайда болғандығына көзіміз жетеді.